Бүгін халық қаһарманы атаңызға айналған Ғазиз Байтасовтың туған күні. Полиция капитаны көзі тірі болғанда 50 жасқа толар еді. Күні бүгін дәл осы Бауыржан Момышұлы атындағы Жеңіс саябағында батырдың құрметіне орай ескерткіштің салтанатты ашылу рәсімі өтті. Шараға облыс әкімі Бердібек Сапарбаев пен зиялы қауым өкілдері қатысты. Осы Ғазиздің ерлігін өмір бақи есте сақтау үшін өсіп келе жатқан жас ұрпаққа үлкен өнеге тәрбие болсын деп Ғазиздің ескерткішін ашып отырмыз. Себебі әрбір азамат өзінің отанын сүю керек, өзінің отаны үшін керек болатын болса жанын беру керек. Іргетасы наурыз айында қаланған мүсіннің ашылу рәсіміне Ішкі істер министрінің орынбасары Арыстан Ғани Сапаров та арнайы келді. Ғазиз Байтасовтың жасаған ерлігі көзден кеткеннен кейін көңілден кетті емес, ескерткіш болып мәңгілік осы саябақта қалады. Болашақ буын үшін бұл үлкен тәрбие деп ойлаймын. Сонымен қатар батырдың отбасы, мемлекеттік органдардың басшылары мен қала тұрғындары да азаматтың рухына тағзым етті. Мен тек қана өз отбасым атынан, ұлдары Жәмилә атынан алғысымды білдіремін. Алғысымыз шексіз. Отбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын. Ғазиз Байтасов Қазақстандағы халық қаһарманы жоғары атағын алған бірінші және жалғыз полицей болып табылады. Өзгенің өмір үшін өз басын құрбан еткен батыр ұлын жамбылдықтар ешқашан ұмытпайды.